Құрметті білім алушылар, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз қылмыстық заңды түсіндіру деп аталады. Қылмыстық заңды түсіндіру. Біз алдыңғы сабақта айтып кеттік кіріспеде. Қылмыстық заңдарымыз сол жағында қылмыстың нормаларынан тұрады деп. Ал қылмыстық нормаларды зерделейтін, ғылыми зерделеуден өтетін, соған ғылыми баға беретін ол қылмыстық құқық ғылымы деп. Қылмыстық құқық ғылымы деп. Осы жалпылай қысқашада тіпті түсіндірме, бұл өзі мынау заңды түсіндірме деп отырмыз ғой қылмыстық кодекске. Заңды түсіндірме жалпылай өздері бөлінеді, ресми түсіндірме болады. Оны мемлекеттік қызметшілер, уәкілетті мемлекеттік лауазымды адамдардың түсіндірмесі ол ресми түсіндірме болып саналады. Парламенттің депутаттары жағына өткізген түсіндірме ресми түсіндірме болады. Ғалымдар менен оқу орнының жанында аға оқытушылардың, ұстаздардың түсіндірмесі доктриналдық ғылыми түсіндірме болып саналады. Демек жағында көрдіңіз бе, ғылыми түсіндірме ретінде қысқа ғана тарихына тоқтап кеткім келеді қылмыстық кодекс туралы. Жалпылай Қазақстан Республикасында, кешіріңіздер, Қазақстан Республикасында ең бірінші осы қылмыстық кодекс 1949 жылы Қазақстан қылмыстық кодексі пайда болады. Қолданысқа енгізіліп, 1997 жылға дейін қолданыста болады. Ол жағында әрине жылдар өткен сайын, уақыт өткен сайын, дәуіріне қарай заңдарға қосымша өзгерістер енгізіліп отырған, әрине баптар қосылып отырды. Демек 1949 жылы алғашқы Қазақстан қылмыстық кодексі қабылданды. Ал енді жалпылай қылмыстық кодекстің өзі осы жағындай Советтер одағы кеңесінде 1925 жылы қабылданған болатын. Жаңағыдай қылмыстық кодекс Россия Совет одағының жаңағыдай қылмыстық кодексі болды. Ал 1949 жылы Қазақстан қылмыстық кодексі 1997 жылға дейін қызмет атқарып келеді. 1997 жылы жаңадан жаңағыдай қылмыстық кодекс қабылданып, 2015 жылы қылмыстық кодекс біраз толықтырылып, өзгертіліп, парламент депутаттарының корпусымен қабылданды. Қазіргі уақытта біздің қолымызда қолданыстағы қылмыстық кодекс 2015 жылдан бастап қолданысқа енгізіліп, қызмет атқарып келеді. Алғашқы жанды қылмыстық осы 2015 жылға дейінгі қызмет атқарған қылмыстық кодекс 393 баптан тұратын болған. Қазіргі қолданысымыздағы қылмыстық кодекс 467 баптан тұрады. Демек, бұл біраз қылмыстар өздерінің жалпылай уақытына қарай, ағымына қарай қосылып деген сөз демек. Біз жаңа айтып кеттік, алдында да медициналық қызмет саласына қарсы қылмыстар қосылды, компьютерлік қылмыстар қосылды, және де мынау мемлекеттік қызмет саласындағы жағдай, мемлекеттік қызмет саласында сот системасына қарсы, сот жүйесіне қарсы қылмыстарға біраз баптар қосылды. Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша да біраз жағдай қылмыстың баптары талқыланды, талқылаудан өткізілді. Енді қылмыстық кодекс. Бұл өзі қылмыстық кодекстің өзі 467 баптан тұрады. Және де жағдай айта кетейін сіздерге. Осы баптардың өздері жалпы бөлімде баптар бар, ерекше бөлімде баптар болып бөлінеді қылмыстық кодексте. Енді осы қылмыстық кодексте баптардың өздері бөлімдерден, тармақтардан тұрады. Мысалы үшін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жаңағыдай іс-қимыл бойынша мемлекеттік қызметке, мемлекеттік аппарат басқармасына қарсы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың ішінде біз кешіріңіздер, мысалы үшін бүйтіп алатын болсақ, лауазымды өкілеттіктерді теріс пайдалану. Осы жерде 361 бап жаңағыдай. Ол цифрдан тұрады, мемлекет цифр 361 бап. Одан кейін ол бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім деп бөлініп кетеді. Бірінші бөлімде диспозиция көрсетіледі. Диспозиция дегеніміз сол жағында баптың ішіндегі ереже, қылмысты сипаттау. Және де екінші бөлім, содан кейін диспозицияның төменгі жағында
жазалар көрсетіледі, санкция. Жазаларымыз негізгі жазалар болады: бас бостандығынан айыру, қылмыстық кодекстің 40-41 бапта көрсетілген, болмаса қоғамдық жұмыстарға тарту, айыппұл салу, мінекей жаңағыдай жазалары бұл жаңағыдай негізгі жазалар болып саналады. Ал енді мүлікті тәркілеу, лауазымдық жаңағыдай өзінің шенінен айыру, біліктілік шенінен айыру, тиісті лауазымды атқару, мемлекеттік қызметті атқаруға өмір бойына жаңағыдай қызметке тағайындалу құқығынан айыру, болмаса жаңағыдай ғылыми дәрежесінен, атағынан, әртүрлі жаңағы наградаларынан айыру деген сияқты жазалар қосымша жазалар болып саналады. Мүлікті тәркілеуде қосымша жаза бұның ішінде. Енді біз көрдіңіз бе, осы мысалы үшін екінші бөлімді, үшінші бөлімді қарайтын болсақ, қылмыстық кодекстің ішінде біз тармақтарды көретінбіз. Бірінші тармақ, екінші тармақ, үшінші тармақ. Ол тармақтардың іштерінде демек сол қылмыстардың жасалу түрлері көрсетіледі демек. Оның ішінде мысалы айта кетуімде ұйымдасқан топ болып жасалған қылмыс деп мысалы бір тармақшаның ішінде көрсетіліп кетеді тармақта. Я болмаса лауазымдық өзінің қызмет бабын пайдаланып деген жаңағы бір тармақ болып көрсетіліп кетеді. Екі болмаса ірі мөлшерде дейді. Әсіресе бұл жалпылай жаңағыдай экономикалық қылмыстарда, меншікке қарсы қылмыстарда жиі кездеседі. Сеніп тапсырылған мүлікті иемдену, жымқыру, талан-таражға салу деген қылмыс бар 189 бапта. Бұнда да жаңағыдай егер екінші бөлігін алатын болсақ, тармақ бар. Жаңағыдай өзі ірі мөлшерде жаңағы. Үшінші бөлімде де көрсетіледі ірі мөлшерде. Жаңағыдай мүлікті жымқыру, ірі мөлшерде жымқыру деген сөз. Ірі мөлшерде зиян келтіру, елеулі зиян келтіру деген сияқты нормалар. Осы аталып отырған барлық жаңағыдай тармақтар, бөлімдер, баптар тұтас бір қылмыстық кодекстің жаңағыдай заңнамасын құрайды. Бір қылмыстық кодекстің заңын құрайды. Демек, заңнаманы. Қазақстан Республикасында қазір қылмыстық кодексіміздің өзінде жалпылай біз енді алып талдайтын болсақ, біз байқайтын боламыз. Баптарымызда жаңағыдай нақты барлығы бүйтіп өздері бөлінген. Мысалы үшін меншікке қарсы қылмыстарды алатын болсақ, оның ішінде ұрлық, тонау, қарақшылық, алаяқтық, болмаса жаңағы бөтен адамның мүлкіне қасақана зиян келтіру, бөтен адамның мүлкіне абайсызда зиян келтіру деген сияқты қылмыстар, болмаса жаңағыдай деген қылмыстар. Экономикалық қылмыстарға келетін болсақ, оларды бөлек бір тарау болып кетеді. Экономикалық қызмет саласына қарсы қылмыстар, ол жаңағыдай кәсіпкерлікті жүргізу барысында өзінің кәсіпкерліктің тиісті талаптарын немқұрайды орындамауды, болмаса зиян келтіру, жалған жаңағыдай банкроттық, экономикалық қызмет саласында әртүрлі салық төлемдерін уақытында төлемеу, заңды тұлғалардың салық төлемдерін төлемеу, заңсыз сыйақы, сонымен қатар банк саласындағы әртүрлі қылмыстық әрекеттер. Осы бұл аталған әрекеттер экономикалық қылмыс болып кетеді. Экономикалық қызмет саласына қарсы жасалған қылмыстар болып. Тағы да бір мысал келтірейік. Егер де мысал үшін көрдіңіз бе, гарнизондағы ішкі тәртіпті, гарнизонның ішкі тәртібінің, гарнизонның ішкі жарғысын, ережесін бұзу, қашқындық, орысша дезертирство дейміз ғой, болмаса әскери қызметтен жалтару, әскери мүлікті қасақана жою, әскери мүлікті абайсызда жою, әскери қызметшілердің арасындағы жарғылық талаптарды қатардағы жауынгерлердің, әскери қызметшілердің өрескел дөрекілікпен орындамауы, елеулі зиян, бір-біріне зардаппен зиян келтіруі деген сияқты қылмыстар әскери қызмет саласына қарсы жасалған қылмыстардың тарауларына енеді. Енді қорытындылап айтқан кезде қылмыстардың өздері де баптарда көрсетілген болса, түсініктемелері, ұғымдары, ол қылмыстардың өздері де тарау болып бөлінгенін айтқымыз келіп отырды. Тарау. Әскери мысалы үшін қызмет саласына
жаңағы әскери қызмет саласында жасалған қылмыстар, көлік саласында жасалған қылмыстар, экономика саласында жасалған қылмыстар, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару саласына қарсы жасалған қылмыстар, конституциялық құқыққа қарсы жасалған қылмыстар, жеке адамға қарсы жасалған қылмыстар болып бөлек-бөлек тарауларда көрсетіледі. Және де оның бүйтіп тарауларға бөліну себебі, біз енді келесі сабақта оны айтып кететін боламыз, бұл қылмыстың белгілеріне байланысты. Қылмыстың белгілері оның ішінде қылмыстың құрамына байланысты да. Қылмыстың құрамына. Өйткені біз алдында да айтып кеттік, айтқанымыздай, қылмыстың құрамының өзі 4 элементтен тұрады дедік қой. Яғни бұл енді элементтерге келесі сабақтар жеке-жеке тоқтап кетеміз. Ол жаңағы объект, қылмыстың объектісі, қылмыстың объективтік жағы, субъект, субъективтік жағы дейміз. Бұл жерде жаңағы қылмыстардың барлығы өйтіп сала-салаға, тарауға бөлек-бөлек болып орналасқанының бір негізі, бір себебі. Ол демек қылмыстың белгілеріне байланысты дейміз. Демек қылмыстың белгісі соның ішінде жаңағы қылмыстың объектісіне байланысты отырды. Қылмыстың объектісіне. Демек қылмыстық әрекет қай салаға бағытталған, сол қылмыстың объектісі болады. Қайда зардап пен зиян келеді. Мысал үшін оған қарапайым мысал келтіріп кетейік де, егерде ұрлық, тонау, қарақшылық осы үш қылмысты алатын болсақ, үшеуінің объектісі бір. Үшеуінің де объектісі қылмыс жасаған адам қайда зиян келтіреді? Адамның меншік құқығына зиян келтіреді. Адамның меншігіне, соның ішінде оның жаңағы меншік құқығына зиян келтіреді. Бір жеке азаматтың 500 мың теңге ақшасын жымқырып ұрлап кететін болса, қылмыс субъектісі, қылмысты әрекет жасаған адам. Демек, бұл жерде ол сол адамның ақшасын ұрлап кетіп, бұл жерде жаңағы сол адамның меншік құқығына, сол ақшаға деген меншік құқығы бар ғой, сол жаңағы ақшаның иесінің меншік құқығына зиян келтіріп тұр. Сондықтан да меншік құқығына қарсы қылмыстар деген тарауға осы ұрлық, тонау, қарақшылық, алаяқтық жаңағыдай қылмыстары еніп кетіп тұрды. Егерде біз жаңағыдай салықтарды төлемеу, жеке азаматтардың, заңды тұлғалардың уақытында жаңағыдай өрескел дөрекілікпен жаңағыдай мерзімге бұзып салықтарын уақытында төлемеуі, я болмаса жаңағыдай әртүрлі экономикалық саласында жаңағыдай қылмыстық әрекеттер жасау, соның біреусі жаңағыдай кәсіпкерлік құқықтарға зиян келтіру, экономикалық контрабанда дейік мысалы үшін. Осындай қылмыстар, бұлар жаңағыдай көрдіңіз бе, салалары бір, демек қылмыстың объектісі бір болып тұр. Бұл жерде қылмыстың объектісі қайда? Экономикалық контрабанда жасаған адамдар, олар сол өздерінің әрекеттерімен сол мемлекеттің экономика саласына зиян келтіріп тұр. Сол сияқты салықты уақытында төлемей, салықтан жалтарып жүрген, салық төлеуден мүлдем жалтарып, ірі мөлшерде салық төлеуден жалтарып жүрген заңды тұлға, кәсіпкер болсын, жеке азамат болсын, бір фирманың директоры болсын, мысалы үшін, бұл жерде де жаңағыдай өздерінің әрекеттерімен қайда зиян келтіріп тұрады бұндай адамдар? Бірден бір экономикаға зиян келтіріп тұрады. Экономикаға және де ақшалай қаржылай айналымға зиян келтіріп тұрады. Ақшалай қаржылай қарым-қатынасқа зиян келтіріп тұрады. Егер заңсыз аңшылық қылмысын алатын болсақ, заңсыз аңшылық, атмосфераны ластау, қоршаған ортаны жаңағыдай ластау, болмаса жаңағыдай ағаштарды, орманды бүлдіру, орманды мысал үшін бүлдіру сияқты әрекеттерге келетін болсақ, бұл жерде бірден бір қылмыстың объектісі экология болып табылады. Табиғат, қоршаған орта және де экология. Осы субъектілер, қылмыс субъекті әрекет жасаған адамдар қоршаған ортаға, табиғатқа, экологияға зиян келтіріп тұр. Әскери қылмыстар бойынша сол қатардағы жауынгерлердің өздерінің арасында дене жарақатын салу, орташа дәрежелі, ауыр дәрежелі, адам өлімі, болмаса жаңағыдай әртүрлі жарғыны бұзу, әскери жарғыны бұзу, гарнизонның ішкі тәртіп, әскери жарғысын бұзу, мемлекеттік шекарада жаңағыдай жарғылық, караулдық жарғыны бұзу, түнгі кезекшіліктегі караулдың жарғысын сақтамау, бұзу сияқты әрекеттер мінекей өзі бірден бір бұл жерде
қайда зиян келіп тұр, не бұзылып тұр? Бұл жерде біз бірден айта аламыз. Әрине әскери тәртіп, әскери тәртіп, әскери қызмет, әскери жарғы. Әскери тәртіп, әскери қызмет, әскери жарғы осы жерде жаңағыдай қылмыстың объектісі болады. Сондықтан да мінекей қылмыстардың осылай топ болып бөлек қылмыстық кодексте құрастырылғаны бөлінгені сондықтан. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе нақты қорытындыда айтқым келіп тұр. Біз байқадық, қылмыстық кодексіміздің өзі, демек нақты айтқанда қылмыстық заңнан тұрады. Ал қылмыстық заңның өзі осы жаңа баптардан, бөлімдерден, тармақтардан тұрады. Және де ішкі құрылысында мына баптың өзі диспозициядан тұрады. Демек қылмысты сипаттама беру, жаңағыдай ұғым беру деген сөз, текст деген сөз. Және де санкциядан тұрады деп отырмыз. Санкция ол қандай да бір жаңағыдай тағайындалатын жазаның түрі. Әрине жаңағыдай қылмыстық кодексіміздің өзі қылмыстық заң ретінде парламент депутаттарының депутаттық корпусында жаңағыдай қаралып, депутаттар 2 мәрте оқып, барлығы бір ауыздан қабылдап, одан кейін президентке қол қоюға ұсынылған заң. Президент қол қойғаннан сәттен бастап заңды күшіне енгізілген заң. Қазір бізде қылмыстық кодексіміз заңды күшінде. Ең бастысы қылмыстық кодекстің міндеті бар. Қылмыстық кодекс 2-ші бапта көрсетілген азаматтардың қоғамда, азаматтардың мемлекеттік құрылыстың, азаматтардың конституциялық құқығын, азаматтық құқығын қорғау, азаматтардың өмірлерін қорғау, денсаулықтарын қорғау, құқықтарын қорғау, жаңағыда қоғамда кез келген құндылықтар мен игіліктерді қорғау. Және де осы жерде айта кету керек, қылмыстың алдын алу. Тағы да бір ең басты міндетінің бірі қылмыстық кодекстің қылмыстың алдын алу болып табылады. Қылмысты болдырмау, алдын алу, тыю жұмыстарын, іс-шараларын жүзеге асырып отыру. Үйге тапсырма. Біз осы бар сабақ бойынша үйге тапсырма беріп отыруымыз керекпіз. Қылмыстық кодексте 2-ші бап бар. 1-ші бап, 2-ші бап. Осы 2 бапта мұқият, тиянақты оқу керек. Әсіресе бар ғой, мына біз түйінді сөздер дейміз ғой, жаңағыдай тірек сөздер дейміз. Орысша айтқанда ключевые слова. Тірек сөздерге назар аударып отыру керек. Сосын бапты оқыған кезде алдында айтқанымыздай түсінікті, тиянақты етіп оқыңыздар. Және де осы тапсырмалар жинағында кітапханамызда бар. Өте жақсы оқулық, жақсы кітап. Егер сіздер ашсаңыздар, әрине кішкене былай уақытты елеуінен ескіріп қалған кейбір жаңағы тапсырмаларымыз ескіргені болмаса, бәрібір де қазіргі біздің оқу процесіне пайдалануға әбден бір жақсы материал жүрді жаңағыдай. Соның ішінде мен 1-ші тапсырманы, 2-ші тапсырманы, 3-ші, 4-ші тапсырманы, осы 4 тапсырманы білім алушыларымызға беріп отырмын. Ондағы демді тапсырмаларды оқып шығып, қылмыстық кодекспен талдауымыз керекпіз, қылмыстық кодекспен оқуымыз керекпіз. Біз кез келген тапсырманы, кез келген ситуациялық жағдайды заңның аясында, заңмен ғана шешуіміз керекпіз. Абстрактылар, яки болмаса жаңағыдай былай оқта-текте дейді ғой, былай ойға шомып емес, абстрактылы емес, болмаса жаңағыдай бір мүмкін былай болатын шығар, мүмкін ол 20-ші бап болатын шығар, мүмкін 50-ші бап болатын шығар деп емес, нақты қылмыстық кодексте заңда бапта көрсетілгендей етіп заңға қарап, мінекей қылмыстық кодекстің 20-ші бап болады, 50-ші бап болады деп, өйткені ол қылмыстық кодексте бапта осылай жазылған деп ғана шешім қабылдауымыз керекпіз. Құрметті білім алушылар, білімдеріңіз өте өздеріңізге келешекте үлкен әрі жол, әрі қызмет, келешекте өздеріңізге құқықтарыңызды қорғайтындай қару болсын деймін. Көп рахмет.